Сәлеметсіздер ме ата-аналар, сәлеметсіңдер ме балалар? Балалар, бүгін мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп отыр. Далада қар борайды, ақ мамыққа орайды, мұз болады, қатады, бұл қай кезде болады? Әрине балалар, қыс мезгілінде болады екен. Енді балалар, тіл тарту жұмысын бірге жасайық. Ас, далаға келді қыс. Ар, жерге түсті қар. На, біз тебеміз шана. Ла, қардан соқтық ақ қала. Жарайсыңдар балалар. Қыс қызығы. Кәнеке балалар, қыс қызығы туралы бірге айтайықшы. Менімен бірге қайталап отырыңдар. Қыс келді. Қыста қар жауады. Қыста күн суық, күн аяз болады. Біз қардан аққала жасаймыз. Қыста біз шаңғы, шана, коньки тебеміз. Жарайсыңдар балалар. Енді бірге қыс қызығы туралы ән айтайық. Шаңғы, шана сайла, конькиіңді байла, думандатып ойна, қыс қызығын тойла. Енді балалар, орнымыздан тұрып, сергіту сәтін іс-қимылмен жасап алайық. Тербеледі ағаштар, алдымнан жел еседі, кіп-кішкентай балалар үлкен боп өседі. Жарайсыңдар. Қыс мезгілі туралы тақпақты бірге жаттайық. Қар жауыпты далаға, қар жауыпты қалаға. Сырғанаймыз енді біз, отырып ап шанаға. Енді балалар, мен сендерге сұрақ қойғым келіп отыр. Қыста күн қандай болады екен? Қыс мезгілінің белгілері қандай? Қыста біз не істейміз? Сұраққа жауап беріп кетіңдер.